Сәлем көрмен, сіздермен бірге мен Аружан, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өзімнің сүйікті 5 өте жеңіл маскамен бөлісемін. Менің инстаграмым бар екенін айта кетейін. Ол жақта мен күшті видеолар мен суреттерді саламын, сондықтан тіркеліп кетіңіздер. Бірінші маскаға бізге жай ғана жұмыртқа мен салфетка керек. Ағы мен сарысын бөліп аламыз. Бірінші қабат ретінде мен жұмыртқаның ағын жағып аламын. Кейін салфетканы кішкентай бөліктерге бөліп, оны жұмыртқаның ағына тамызамын. Солай екінші қабат осындай салфетка мен жұмыртқаның ағы. Солай сәл кепкеннен кейін үшінші қабат ретінде тағы да жағамын. Солай маска толығымен кепкеннен кейін салфетканы осылай аламыз. Осы маска өзіме қатты ұнайды, сондықтан сіздерге шынымен кәдімгідей кеңес етемін, істеп көріңіздер. Осы маскадан кейін бетіңіз кәдімгідей күшті демалып қалады. Кейін болса бетімізді жуып, тазалап, жұмыртқаның сарысын жағып, одан кейін оны да кепкеннен кейін жуып тастаймыз. Ал екінші маска ол глина. Алып көріңіздер, бағасы өте қолжетімді. Маған осы глинаның бела, яғни ағы ұнайды. Дайындалуы өте жеңіл, яғни глина мен суды араластырып, осындай қаймаққа ұқсас болады, соны бетімізге жағамыз. Немесе дайын глиналар бар, яғни алыста жаға бересіздер. Бұны мен фикс прайстан сатып алдым, бірақ маған осындай құрғақ түрі ұнайды. Кепкенін күтіп жуып тастаймыз. Ал келесі маска ол қаймақ немесе айран. Жағып көріңіздер, маған берген әсері өте қатты ұнайды. Оған қоса өте жеңіл. 5-7 минуттан кейін жуып тастаңыз. Төртінші маскаға бізге бал, оливковое масло немесе жай ғана май, сосын лимон шырыны керек. Егер балыңыздың түрі мәз емес болса, оны микроволновка салып, ерітіп, осындай әдемі түр пайда болады. Соған мен майды қосамын, енді лимонды қосамын. Бәрін араластырып, бетіме жағамын. 10-15 минуттан кейін жуып тастаймын. Сонымен соңғы әрі пайдалы маска ол жай ғана қиярды сыртын тазалап, оны теркадан өткіземін. Солай маскамыз дайын болады, немесе оған қалағаныңыздай қаймақ айран қоса аласыз, сол кезінде 2 есе әсер береді. Негізі жағылу өте қиын, сондықтан жатып немесе жақ болғаннан кейін бірден жатыңыздар. Әйтпесе қиярлар жерге түсіп кете береді. Сәл қиярдың шырынымен бетіме массаж істедім, сол теріме енсін деп. Жалпы осы маскалар өзіме қатты ұнайды, істеп көріңіздер. 5-7 минуттан кейін жуып тастаңыздар, әсер өте керемет. Жалпы бүгінгі маскалар өзіме қатты ұнайды. Осы видеоны мен бір жыл алдын түсіргім келген еді, қараңыздар, мен өзгергенмін ба. Сонымен сізде өзіңіздің сүйікті маскаларыңызды пікірлерге қалдырып кетіңіздер. Сонда мен де істеп көрейін, мүмкін маған да ұнап қалар. Сонымен сіздермен болған мен Аружан, менің арнама, инстаграмыма тіркеліңіздер. Сау болыңыздар, лайк басыңыздар.